Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана. Мен бүгін сіздерге бірінші Л дыбысының қою жолын этап бойынша көрсететін боламын. Жалпы Л дыбысын қалай бұзып айтады балалар көбінесе? Ерінмен бұзып айтады, яғни В или В, Ва, Ла емес, Ва деп айтып кетеді. Или болмаса У дыбысымен. У, Уа, Уа деп осылай айтатын болады. Немесе мүлдем Л дыбысын тастап қояды. А деп айтып жатырмын деп ойлайды, бірақ Л дыбысын айтпайды. Жалпы Л дыбысы негізінде артикуляциясы бойынша бұл тіліміздің ұшағы үстіңгі тістің астына тиіп тұру керек. Л. Ал оны үйрету үшін ең алдымен балаға тілдің ұшын тістетіп үйретеміз. Жалпақ болу керек. Күліп айтамыз. Әйтпесе деп ерін дөңгелек болса дұрыс шықпай қалады. Сол себепті кішкене улыбка жаттығуын күліп жасаймыз. Осы екі дыбыспен қойсаңыздар болады. Егер де баланың тілі үшкір болып осындай ұзын болып шықтыратын болса, яғни жалпақ емес болса, балаға кішкене тілін жалпақ қылып жаттығулар үйретеміз. Мысалға, білгіншек жаттығу бар, оны тілімізді алға шығарып тұрамыз. 20-25 секундқа дейін ұстап тұрамыз осылай. Егер де баланың тілі бұлай келмей жатса, кішкене ұшынан ұстап, бинтпен немесе перчаткамен ұстап, уқаласақ, өзі кішкене жалпақ болады. Сол кезде Л дыбысын қоя аламыз. Бұның барлығы, яғни жаттығулар, бұл баланың дыбысқа дейінгі тілін дайындау, яғни. Егер де баланың тілі дайын болса, онда тек осылай жаттықтыра береміз. Одан кейін бұның барлығын, яғни буындарды бірінші жасап шығамыз. Мысалға, осы о деген сияқты дыбыстар бар. Олардың кішкене Л-мен айту қиынырақ болады балаға. Неге? Өйткені екі дыбыстың артикуляциясы екі түрлі. Мысалға, ал мынау Л. Уже бала ерінді қайта мына жаққа дейін жасайым дегенше бала уже шатасып кетеді. Сол үшін бірінші мына дыбыстардан жасағанымыз дұрыс болады. Ил, осы дыбыстардың. Сосын барып осы дыбыстардан ары қарай жаттықтыра береміз, яғни машықтандырамыз. Одан кейін барып сөз буындардың ортасында алла, илли, улу, осы келген кезде деп бөлек айтқызсаңыздар кішкене оңайырақ болады. Потом өзі үйреніп кетеді. Ұзақ айтқызу керек. Одан кейін буынның соңында, буынның басында ла, ле, ли, лу, ли, ло деп дауыс дыбыстарды созып айтқызамыз. Одан кейін енді этап бойынша сөздерге көшеміз. Сөздің басында, ортасында, соңында бала қалай қабылдап жатыр, соған байланысты үйретеміз. Және сөйлемге көшеміз. Сөйлемде Р мен Л дыбысы қатар келетін сөйлем бермейміз, себебі бала шатасып кетеді. Сол үшін бірінші тек қана Л дыбысы бар сөздерді, сөйлемдерді береміз. Және У дыбысымен де қатар бермегеніміз дұрыс болады, себебі У мен шатастырады ол бала. Сол үшін бірінші У және Р дыбысы бар